Байлар да жылайды. 7 бөлім. Бәйбіше не десін? Сәкең жақсы адам дегеннен басқа жауап ала алмадым. Онан әрі тәтпіштеп сұрап жатуға менің шамам жетпеді. Несіне ези берейін? Өзі аурудан көз ашпаған әйелден не сұрайсың? Менің болса ақылым айран. Сонда да сұрақты төтесінен қойып тікелей төсекке тірегін келген. Алайда қазіргінің жастары төсектен басқа айтпай ма деп ойлап қалар деп тағы да үнсіз қалдым. Оның үстіне шам алып қарап тұрайын ба десе, не деймін? Ойбай ұят. Онан да Сәкеңнің өзімен сөйлесейін деген оймен түс қайта жұмысыма тарттым. Жұмыс болғанда адам өлетін жұмыс жоқ. Тек қаншама дәрі-дәрмек сатылды және де қанша ақша кассаға құйылды соны анықтау. Бұл жұмысты да соңғы 4 айда жілігін шағып майын ішкенмін. Осылайша 7 дәріхананың 7-еуіне де кіріп ақшасын қалтаға басып шығу ғана. Ал қандай дәрі қажет, қандай дәрі өтімді оны қарайтын, заказын беріп алдыратын Сәкеңнің өзі. Онда менің шатағым жоқ. Бүгін де түске дейін 3 дәріхананың ақшасын әкеп үйге қойғанмын. Сол кездегі есеппен 500 мыңнан асады. Яғни бұл аз ақша емес. Сонымен түс қайта қала шетіндегі дәріханаға кіріп отыра бергенім сол екен, телефоным шырылдай түсті. Әрине бейтаныс номер. Алло, тыңдап тұрмын дедім, тұтқаны көтеріп. Сөйтсем, сәлем, Сабаш, қалайсың дейді арғы жақтағы дауыс. Достарым мені Сабаш дейтін. Тұла бойым дірілдеп кетті. Әй, мынау маған таныс дауыс қой. Бұл кезінде мектепте бірге оққан Асылбек деген сыныптасымның дауысы. Иә, тап өзі. Асылбектің дауысын танымай ақылдан азғаным бар ма? Өйткені бұл менің алғашқы махаббатым ғой. Өзі сұлу да сымбатты жігіт. Кезінде ессіз ғашық болып, соңынан қанша жүгірсем де қарамай қойғаны бар. Номеріңді Айшадан алып едім дейді. Не дерімді білмей қалдым. Қай Айша деппін сасқалақтап. Айша ше дейді. Сағынбаева Айша сыныптағы. Өзіміздің Болаттың келіншегі. Алматыдан кеше келгенмін. Ауылда жүрмін. Алла қаласа сен жаққа да барармын. Сені Астанада дейді ғой, рас па? Сосын тағы бір әңгімелер естіп жатырмын. Ол да рас па дейді. Әрине, Асылбектің не айтып тұрғанын тез түсіндім ғой. Әңгіме мен жайында болып тұр. Менің кәрі шалға тоқал болғанымды айтып тұр. Иә рас, енді солай болып қалды дедім, өксігімді басып. Сонымен біраз сөйлесіп барып байланыс үзіліп кетті. Шамам жетіп мен қайта қоңырау соқпадым. Ол да хабарласпады. Бірақ осы қоңырау мені күрт өзгертті. Ойыма осы Асылбек жиі түсетін болды. Ғашықтық деген дерт жүрегіме қайта жабысты. Сәкең жайына қалды. Адам дегеннің өзгере салуы, ақ жолдан таюы екі-ақ ел екен ғой. Қалаға тезірек келіп хабарласса екен деген үмітім қайта оянды. Сарғая күткендей күйге жеттім. Күтпей қайтейін, кезінде осы Асылбекті өлердей сүйгенім бар. Қысқасы міне, мені Құдай ұрды. Өйткені некелі күйеуім тұрып некесізді күттім. Бірақ некелі күйеуден не пайда? Жақ ашпаса, жан жылуын сыйламаса, мені өзіне тең көрмесе, менде қандай кінә бар? Неке қиғанымызға аптадан өтсе де мына сорлыда үн жоқ. Сонда ғана сорбасым мен Сәкеңді сүймейтінімді, тек сыйлайтынымды ұқтым. Себебі кешегі соғылған қоңыраудан соң сүю деген ол басқаша болатынын түсіндім. Қысқасы, қан жұтқан күндерім жалғасып жатты. Не Сәкеңнен, не Асылбектен хабар болмады. Бейкүнә періште боп мен де жүре бердім. Енді бір күн анамнан қоңырау жетті. Денсаулығымды сұрап күтініп жүр қызым дейді. Себебі шілдеде жүр деп ойласа керек. Бірақ байғұс ана қызы қандай күйде жүргенін қайдан білсін. Оныкі әйтеуір жанашырлық қой. Қысқасы, осылай жүріп тағы бір апта жүгіріп өте шықты. Сәкеңнің сол баяғы жүрісі қанша күтсем де келмеді. Енді менен шыдам кетті. Өзімде медик емеспін бе? Сырттай бұл адам белсіз адам, яғни импотент деген диагнозды қойып үлгердім.
Ендігі қалған бірде-бір жолы өзімен тікелей сөйлесіп шешу ғана. Сондағы ойым басын ашып алу. Сол үшін де жеке сөйлесуім керек. Және де бұл әңгіме екеуміздің ғана арамызда қалуы керек. Не бөтен біреу, не қыздары, тіпті бәйбішесі де білмеуі керек. Осылайша соңғы шешімді қабылдап қоңырау соқтым. Ойында түк жоқ сорлы. Әу Сәбираш дейді. Қайдасыз? Сөйлессек деп едім дедім. Мен орталықта Гиппократтамын, товар қабылдап жатырмын дейді. Демек, кем дегенде тағы да 2-3 сағатсыз Сәкең босамайды. Өйткені ол біздің ең үлкен дәріхана. Тіпті осы қаладағы ең үлкені десем де болады. Оған келетін товар үлкен фуралармен келеді. Бұл біраз уақыт алады. Қысқасы, бүгінде бұл адаммен сөйлесу бұйырмайды деген сөз. Өйткені осыдан соң шаршап үйге барады. Онан кешкі асын ішер-ішпес бәйбішенің бөлмесіне кіріп қарасын батырады. Сонда деймін де, бәйбішеде қызық. Бар анау жас тоқалыңа бар демей ме екен? Мүмкін дейтін де шығар. Бірақ ол менің жатын бөлмеме жоламайды. Сонда бұрынғы қазақ 2-3 әйелімен қалай өмір сүрді екен деймін. Ал мына сорлыдан қайран жоқ. Демек бұл импотент. Не мұны емдеу керек, не бұдан құтылу керек. Өйткені ойда жоқта қалаға Асылбек келе қалса ше, одан Алла тағалам бала бере салса ше, онда бұл мыналарға үлкен күдік тудырары сөзсіз. Не деймін, не айтамын, күлге аунап таптым деймін бе? Қысқасы, менің күнім құрысын. Тап осыдан Сәкең қолыма түсер болса бәрін айтамын, бетіне айтамын. Соңғы шешімім осы. Бітті. Үндемесем тоқал емес күнге айналып барамын тіпті. Қысқасы, ертесі күні сорлы Сәкеңмен сөйлесудің сәті түсті. Сұрақты төтесінен қойдым. Мен сізге кіммін, айтыңызшы дедім. Сорлының аузына сөз түспей қалды. Мен одан сайын қадала түстім. Мен кіммін? Мен сізден жауап күтіп отырмын. Шынымды айтсам, не белде жоқ, не бесікте жоқ, ойда ғана бар бала сияқтымын. Мен бәрінен шаршадым. Мынадай жүріс маған керек емес. Мен сізге тоқал боламын деп ел жұртқа күлкі болдым. Енді анамның бетіне қалай қараймын, құрбы құрдастарыма не айтамын деп ішімдегінің бәрін тізбектей жөнелдім. Енді Сәкең сасайын деді. Менен мұндайды күтпегені рас. Сәбираш, жаным, тоқташы, не деп кеттің өзің? Мен саған оны қалай түсіндірсем екен? Бері қарашы, ашуыңды басшы деп құрақтай ұшты. Міне, мен Сәкеңді осылай құрдай жорғалаттым. Қорыққаны көздерінен көрініп тұр. Мұны білгенде онан әрі үдей түстім. Қайдағы түсіністік? Қайдағы, қашанғы мен осылай қу басымды құшақтап жүрмекпін? 2 апта өтті емес пе? Жаным деп тілмен айтқанша жаныма неге жақындамайсыз? Әлде денсаулығыңыз жоқ па деп қойып қалдым. Мына сөзге беті бозарып кеткені соншалық от шашқан көздері маған тесіле қарады. Мен оны сүйемін, ал сені сыйлаймын. Маған мұндай артық әңгіменің керегі жоқ. Мен сен ойлағандай ауру еркек емеспін. Егер сенің күткенің сол болса, бүгін ақ қасыңа қонамын. Тек 20 жыл отасқан жарымның көзінше сенің құшағында жатқым келмейді, Сәбираш. Сосын сен өзің айтқандай пәктігің бар қыз емессің бе? Қайда асығып барасың? Еркек көрген болсаң, ол бір жөнеді, түсінер едім. Ал мұныңа жол болсын. Енді тек күтесің, сабыр сақтайсың деп қайырып тастады. Осымен сөз бітті. Орнынан тұрды да шығып кете барды. Сумкамнан кілтімді алып мен де ере шықтым. Әңгіменің қысқасы, бәйбішенің өлімін күткеннен басқа амалым қалмады. Ал арадан 3 күн өткенде қалаға Асылбек келді. Осылайша өрт пен судың ортасында қалдым. Бәрін тастап Асылбекке еріп кеткім келді. Бірақ оған мына үйдегі байлық жібермеді. Байлықтан бұрын арым жібермеді. Қанша айтсам да ауылдың қызы емеспін бе? Сәкеңді күткеннен басқа жол таппадым. Ал бәйбішенің денсаулығы бір қалыптан өзгермеді. Сөйтіп жүргенде арадан тағы да ай өтті. Сонда да мен не әрі болмадым, не бері болмадым. Бірақ сол сөйлескеннен кейін Сәкеңнің маған деген көзқарасы өзгерді. Бұрынғыдай емес, өзіне жақын тарта бастады.
Үйде үндемесе де, жұмыста жүргенде жаным деп сөйлейтінді шығарды, еркелетіп қалжыңдайтынды шығарды. Ал мен деп келген Асылбек құр қол қайтты. Есім ауып тұрса да жауабын беріп шығарып салдым. Өйткені еркекте еш жоқ деген рас екен. Дайын асқа тік қасық болмақшы. Содан күдерін үзіп ол кетті. Сөйтіп жүргенде мамыражай мамыр жетті. Бәйбішенің денсаулығы өзгерді. Тіпті беті бері қарап қалды. Жолға жарамды болып Сәкең екеуі Алматыға кетті. Үмітсіз шайтан деген осы ғой, сол жерде шәймен емдейтін әулие шығыпты дейді. Ал менің өмірім сол қалпы өзгермеді. Дәріхананың жұмысымен үй тірлігі ешқайда мойын бұрғызбады. Ол аздай табарды да өзім қабылдап жүрдім. Сөйтіп жүргенде тосыннан сый келді. Басы салбырап Сәкең жалғыз өзі кіріп келді. Бәйбішенің жағдайы біршама жақсарып, төбесі құрғап, сүйек өсе бастапты. Әрине бұл ешкім күтпеген жағдай болды. Алланың құдіреті шексіз ғой, өледі деген бәйбіше өз аяғымен жүріп тұратын күйге жетіпті. Бірақ бұл оқиға мені онан сайын тығырыққа тіреді. Енді маған қалайда Сәкеңді тұсаулап алу керек болды. Олай болмаған жағдайда менің құр алақан қаларым сөзсіз екені анық. Сол үшін ертеңгі туған күніме сый алғым келді. Дөңгелек үстел үстін жайнатып қойдым. Анам мен бауырларынан құттықтау естіп, Сәкеңнің сыйын күттім. Көп өтпей қаладан ол да жетті. Жалтылдап тұрған жаңа көліктің кілтін сыйға тартты. Алайда бұл өзінің емес, бәйбішенің сыйлығы екенін айтып жылы лебізін білдірді. Сөз соңында бақытты болғаймыз деп қосып қойды. Бұл сөзге мен құрақ ұшып шексіз қуандым. Орнымнан атып тұрып мойнына асыла кеттім. Алланың бір өзі кешірсін, импотент деп жүрген Сәкенім мені арманыма жеткізіп таңға дейін тыным таптырмады. Осылайша тоқал болып осы үйдің толыққанды мүшесі атандым. Жалғасы бар.